Қайырлы кеш жолдастар, әнеугүні қаладан қол босап туған жерге ат басын бұрдым. Сондағы ауылдың бір күнін сіздермен бөліссем деп едім. Сағат түнгі 11 шамасы. Диірменімді былтыр зынданға тығып биыл қайта шығарғам. Жай күні айналамнан адамды көрсем, диірменге көз тастаған сайын қазақты көрем. Тарихымызға тереңдей түсем, сондықтан болар жиі сағынатыным, сарғая қауышатыным. Бұл өзі екі келі тары, екі ғасырлық тарих. Диірменім тас емес, тау басындағы үңгір іспетті. Құдды бір аузынан талқан емес, алтын төгіліп жатқандай. Әдетте диірменді ел аяғы басылғанда қолға алам. Өз жүрегіммен оңаша қалып, тиянақты ойланып, біраз тірліктің күрмек бауын шешіп, бір жақты қылғандай болам. Бұрындары бор кәмпит, тас кәмпит, әйтеуір кәмпиті жоқ заманда ата-бабамыз шашудың қоржынын құрт ірімшік, өрік мейіз, күміс бұйым, дәнді дақылдан жасалған тағаммен толтырыпты. Осыған бір мысал келтіре кетейін. Көктемде мал төлдеген кезде өрісте туып қалған алғашқы қозыны ауылға келіп, мыңның басы болғыр деп аузын үрлеп, кереғап шашуын шашқан екен. Қазақ өзі қуанышты сәтте ғана емес, қандай да бір істі бастамас бұрын ағайын туыстың басын қосып, жақсылыққа, жақсы күнге жорып шашу шашса керек. Жұмылған жұдырықтай бірлікте жүріп, Алладан береке мен молшылық тілегенін осыдан аңғара аламыз. Жә, тарихқа кетсем көп кетем, ақ ордама оралайын. Әжем айтатын: әй бай болғырдың баласы, бауырсақ я болмаса майлы тамақ жегенде аузыңа ғана тоспай қас кірпігіңді де елебес керіп майлап қой, олар да дәметеді дейтін. Менің қазіргі қылығым сол, әжемнің айтқанын бұлжытпай орындап отырғаным. Баяғы Байғожаның таяғы деп жүргенде таңды атты, қу тіршілікте басталды. Тыпырлап Қаңлының қатал қызы тысқа шығады. Қаңлының қызы дегенім анам. Анама болысуға амалсыз мен де шығам. Сөйтіп екеулеп жүріп мәнтінің қамына кірісеміз. Біздің мәнті пісіретін ыдыс тоқ күшін менсінбейді. Ол жараса тек қазан ошақтағы кенже қазанға ғана жарасады. 4 кәуе турап мұның ішін толтыра алсамшы. 7 қасқан айдаһардың 7 басы сияқты. Жұта береді, мәнтін тізген сайын түбі көрінбейді әйтеуір. Қазанға шектеп су құйып көңмен лаулатамыз. Сақырлап қайнағанда ғана мәнтіні қойып, буына тұсау салып, тұмшалап, бүркеп тастаймыз. Бу еркін араласын, бағындырсын, жауласын. Қазақ тілі сабағы біткенше мәнтімізде пісер, ашты-лазы қосып асқазанды да мәз-майрам қылармыз. Бұл менің назарым, аспаным, айым, ауам, жарығым, тұтас әлемім. Ауылда өскен әр баланың өмірінде сонша топтан ерекше көріп, керемет бағалайтын бір қошақаны барын білемін. Үйінің үлкендері сойған, сатқан. Бала байғұс араша түсе алмай, амалсыз қалған, білдірмей жылаған. Оқысам осындай оқиға көп. Сондықтан замандастарыма айтарым, жануарларыңызды қорғаңыздар, оларға әр күн сайын өмір сыйлаңыздар. Солай жолдастар, тарихы терең өтігіммен тап-тұйнақтай етіп киімімді үтіктейін. Кітабымды құшақтап бөгде әлемге барып келейін. Тағы бірде көрісерміз, аман болыңыздар.